Бұл хат стандарт бойынша дайындалған. Сондықтан сіздер ішінде не бар деп жүрмес үшін негізгі бас жағын таныстырайық, себебі бәріміз де осыны қол қойып отырмыз деп есептеңіздер. Астана, 19 ноября 2025 года. Казахстан. Нобелевский комитет по присуждению Нобелевской премии мира. Норвежский парламент. Осло, Королевство Норвегия. Уважаемые члены Нобелевского комитета мира, от имени Международной тюрко-славянской академии, Академии Тюркислав и своей личной научной общественной ответственности имею честь представить на рассмотрение Нобелевского комитета мира кандидатуру выдающегося казахского поэта, дипломата, мыслителя и общественного деятеля Олжаса Омаровича Сүлейменова для присуждения Нобелевской премии мира. Құрмет, қошеметтеріңізді аямаңыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін мінекей тарихи сәт дәл осы жерде, дәл осы уақытта орындалып жатыр. Мінекей, керемет тарихи сәт. Дәл қазір сіздердің қатысуларыңызбен Олжас Сүлейменов ағамызды Нобель сыйлығына ұсынып жатырмыз. Қаттырақ қол соғып қошеметтеп қояйық. Ал қол қоюшы халықаралық Түркислав академиясының атынан президент Досмұхамед Нұрахмет. Ал, керемет тамаша тарихи сәт. Енді осы ұсынысты қабыл алып, Олжас ағамызға Нобель сыйлығын табыстасын деген ниеттеміз. Мінекей, Қазпошта өкілдері де осында, осы хатты салып, еліміздің поштасы арқылы жолдайтын боламыз. Ал сәттілік. Ұсынысымызды қабыл алсын деген ниеттеміз. Сөз. Келесі жылы Қазақстан үшін өте мәртебелі, өте керемет жыл болайын деп отыр. Ол желтоқсанның 40 жылдығы, Қазақстанның тәуелсіздік алғанының 35 жылдығы, Олжас Омарұлының 90 жылдығы. Сондай мәртебелі тойлар көп болады. Сондықтан біз, Алла жазса, қазан айында Ослодан Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығының алдында сүйінші хабар келеді деп күтейік. Әумин. Арнайы бүгінгі церемонияға Қазпоштаның өкілеттері келіп отыр. Міне қолға ұстаттық. Аман-есен жеткізіңіздер, сәтті болсын. Ал, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Мінекей, Қазпошта өкілдері осы хатты аман-есен діттеген жерге жеткізет деген ниеттеміз. Құдай қаласа келесі жылы керемет жаңалыққа естейік. Жеткіземіз. Мінекей, уәдесінде алдық. Рахмет, баршаңызды. Баршаңызға үлкен рахмет. Бізде міне мәслихат депутаттарымызға, қоғам белсенділеріне, арнайы міне келіп отқан үлкен кісілерге баршаңызға үлкен рахмет. Біз бұл істе жан жақты істейміз. Қазір бүгінгі күнде лауреат
лауреаттармен де сөйлесіп жатырмыз. Олар да инициатива береді. Франция беруге дайын, Япония беруге дайын, көптеген мемлекеттермен қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Тек қана біреу емес, бір Қазақстан емес, Қырғызстан дайын өз атынан Олжас Омарұлын қолдауға. Міне, Олжас Омарұлы бәрімізді біріктіретін тұлға. Рахмет баршаңызға.